Армысыздар театр сүйер қауым. Хадиша театрының тұрақты көрермендері. Кейіпкер бағдарламасының бүгінгі қонағы Хадиша театрының негізін қалаушыларының бірі, мәдениет саласының үздігі актер Мұсағали Жайғалиұлы. Қош келдіңіз аға. Сізге алғашқы сауалымыз, сіз ең бірінші мәдениет саласында 1990-93 жылдары Бұлдырты мәдениет үйін басқардыңыз. Сол жерден Хадиша театрына актер болып келуге жан қалауы ма, әлде кездейсоқтық па? Негізі ауылда құрылыс бөлімінде істеп жүргем. Сол құрылыс бөлімінде істеп жүргеннен кейін жаңағы Соқыршек деген бар. Соқыршегіміз Соқыршек операция болғаннан кейін сол жаңағы 2 жылға ауыр жұмыс істеуге болмайды деп аурухананың хирургы қағаз береді екен. Соны әкеліп жаңағы совхоз директорына бердім. Содан ауылда жеңіл жұмыс клубқа ауыстырды. Оның клубқа ауыстыруының себебі сол кезде ән салып жүрдім. Сол армиядан келгеннен кейін қолымда домбыра, гитара ұстап ән салатынмын. Бұрыннан да мектепте жүргенде де енді ешқандай білім болмаса сол клубқа қойды, клуб болып жұмыс істеп жүрді. Сосын енді концерттер болады, сосын аудандық байқаулар болады, әншілер, термешілер байқауына қатысып жүрдім, облыстық байқауларға қатысып жүрдім. Сондай кезде бір облыстық Жігіт Сұлтан байқауына келгенде ауданның атынан осы театрда ашуға келген Жамбылбек Есенбек деген режиссер сол жюриде отырар екен. Сосын жаңағы мен білмеймін оны. Жаңағы конкурстан кейін кетіп қалдық біздер ауылға. Соның бір күні жаңағы марттың ішіне телеграмма келді. Срочно қалаға жетіңіз, мәдениет басқармасына деп. Келсем жаңағы кісі екен. Мен танымаймын. Дөңгелек жүзді, орта бойлы, мұрты бар кісі екен. Таныстырды, Жамбылбек Есенбек деген кісімін, режиссермін. Театрда осындай облыста театр ашылу керек, соған келіп жатқан адаммын. Сондықтан да сені осы театрға алғым келеді. Мен сені сол конкурста көргенмін. Ән салғанды көргенмін. Маған театрға домбыра өлең айтатын кісі керек деді. Енді мен бұл театрға ашайын деп жатқан, мен газет бетіне оқығанмын. Енді газет журналды жақсы қараймын өзім. Қолымыздан кітап түспейді. Сондықтан онан хабардар болатынмын. Бірақ енді әртіс боламын деген ой болған жоқ, сөз жоқ. Ойлап қойғам, театр ашылады екен, жақсы екен деп. Сонан жаңағы ағайға айттым, мен ағай, менің деген білімім жоқ қой. Біріншіден білімім жоқ. Екіншіден мен семьям бар. Екі балам бар. Малым бар. Үйім бар ауылда. Сол ана кісі көз бақырайып кетті. Сен үйленгенсің бе? Ол кезде жассың ғой, арықтау. Сосын бүйтіп қарап та, жақсы сен жүр деді. Соған управление культурный Гагарин тұрмыз. Екінші этажға көтерілдік, екінші қабатқа. Ол кездегі Мақсұт Омарғалиев, мәдениет басқармасының басшысы. Төрде отыр екен, ой, маған үлкен көрінді кабинеті. Сосын кіргіздік, есіктен осылай. Мақсұт деді, басын көтерді, бізден жазып отыр екен. Мына баланы театрға аламын деді. Мен қарағанда жоқ, басын жейді, сонымен шығып кетті. Сонан театрға келдік қой енді. Театрға келдік, клубты жаңа тапсырдық. Келгенде бірден жағдай жоқ. Заманның өзгеріп жатқан уақытта 93. Ойлап тұрмын, керемет сұлу жігіттер, қыздар бәрі түсіп жатыр. Жаңа машинада мен сол театрдың алдына бірінші рет келіптім, жөндеу заводы. Онда да құрылыс жүріп жатыр. Күндіз-түні сварка. Ойлаймын, мынаның ішіне қалай сіңіп кетемін енді. Әйтеуір әнім бар. Енді репертуарымда Құдайға шүкір ән көп болды. Содан жаңа келдік. Келгеннен кейін жаңағы дайындады, секіртті, отырғам залда. Жаңағы режиссерім шықты. Сен не отырсың? Шық деді. Сонымен секіріп, билеп, соны артистермен араласып кеттік. Сосын жаңағы ең бірінші ашылғанда қойған Қарагөз ғой. Мұхтар Әуезовтің әйгілі Қарагөзі, онда жаңағы ішінде әндер бар, көп ән айтылады ішінде, билер бар. Енді жалпы Жамбылбек Есенбек өзі ұлтшанды азамат болатын. Мана қазақи колоритке көбірек жақын, ән, күй ішінде сондаймен қойылған спектакль. Бертін келе жаңағы рөлдерге ептеп ене бастадық. Қарагөзде жаңағы алғашқы рөлім Дулат деген ақын жігіттің рөлі. Бірақ бір сөзінде дұрыс айта алмағаннан кейін ағай сызып тастады. Бір сөзіміз жоқ, бірақ әнімізді айтып шықтық. Мықтыбай деген артист болды. О да жырау, мына Қызылордадан жігіті. Жақсы артист болды, артынан өстік қой, бір-бірімізге ақылшы болып. Ол кезде дауысым Шәңкіл деген жігіншке. Бірінші оқыған көзі бәрі тарқылдап күлді. Артынан азын жоқ ренішттер болды театрда болғаннан кейін азаматтарым. Елге қайтып кетем бе деген ойлар болды. Семеймен көшіп келдім ғой. Бірақ әйтеуір сол елеп сіңіп кеттік. Bir жағынан намыс болар,
бір жағынан жаңағы енді айттым ғой, енді әншілігім Құдайға шүкір облыс көлемінде сол жылы 93-те республикалық байқауға қатысып жүлде алдым. Сөйтіп жаңағы ән салғаннан кейін әртістер қауым өте сондай сауық қой, сосын өте жаңағы бауырмашылығы қауым ғой, бірден орталарына жаңағы алды. Енді менің ұстаздарым айтайын, театрға келгеннен бері Гүлнар Жақыпова, Қазақстанның халық әртісі. Ұстаз дейтін жаңағы артынан бір спектакльдерде ойнай алмай жүргенде оңаша шақырып менімен сағат жарымда 2 сағаттай дайындалды. Мұрат Ақманов деп айтуға болады. Енді ол кісі маған алғаш рөл берген адам дайындаған. Енді екеуі де қазір Қазақстанның белгілі артистер ғой. Амантай Сұлтанғалиев, театрымыздың директоры, заслуженный жаңағы Қазақстанның еңбек сіңірген артисі. Ол кісінің ойнамаған рөлі жоқ мына Атырау театрында. Құрманғазы, сырым бәрін. Ол кісі жаңағы бір спектакльде дайындап жатырмыз репетицияға. Салдар жүр екен, директор ғой. Директор басыма ат шығып, «Ей, олай жүрмейді, былай жүреді» деп жаңағы өзі көрсетіп, қолымнан ұстап алып осылай. Сондай үлкен алақалардың несін көрдік, қамқорлығын көрдік. Жағдайымыз істеді. Ол кезде енді жаңағы жатақханада тұрамыз, жағдайымыз қиындау. Соған қарамастан жаңағы барынша көмектесіп жатты. Машинасымен болсын, жаңағы тамақ жағынан болсын, 6-7 айлап ақша алмаған кездеріміз болды. Бірақ соның бәрі жастық болар, сол жастықпен жеңдік. Қазір соның бәрі енді ұмытылды бәрі. Театрмен қатар кино әлемінде де бой көрсеттіңіз. Сол кино рөлдеріңіз жөнінде де айтып отырсаңыз. Кино сол 1-2 фильм ғой, сол біреу көшпенділер атақты. Онда жаңағы оқыдық, оның жаңағы сөзі жаңағы дақпырты күшті болды ғой, енді рекламасы күшті болды. Сол ойлап жүргеніміз, жаңа айттым, оның үстіне мен атқа жақсы мінемін, атты өзім жақсы көремін. Сосын енді бұл көшпенділер болғаннан кейін сондай бір рөлге жаңағы тисе бұйырса ойнасақ деп жүргенбіз. Содан мына Әзірбайжан Мәмбеттің режиссері атақты, соның 70 жылдығы болды. Соның театрының атынан біз Мұрат Ақманов екеуміз қатыстық. Сол қатысқан тойда Талғат Теменов болды. Көшпенділер фильмін түсірген режиссер, атақты Қазақстанның халық әртісі. Сол кісінің үйіне бардық. Сол кісінің үйіне барып, жаңағы режиссерлар 4-5 адам үйінде болдық. Сонан ол кісі мені танымайды ғой енді. Мен сосын өлең айтып отырдым, мен домбырам бар. Сосын жаңағы ән салдық. Ән салғаннан кейін ағай маған бері қарай бастады. Әнін ұнаған болу керек. Сонан кейін ағай үй алған екен Астанадан, Түшкөмітті. Керемет үй. Сонан өлең жаңағы домбырамды алып аз ақындығым бар. Өлең арнадым үйіне, құрмет құтты болсын деп. Ең соңында билеп келдім. Талғат аға, кинодағы тарланымыз, белгілі өнердегі салмағыңыз, өзіңіз түсіретін көшпендінің 5000-ның бірі болу арманымыз деп. 5000 деген 5000 массов болады деді ғой. Ойналайын, шақырам деп қолын алды осылай. Айтқан сөзім тұрды. Ар жағынан артынан Гүлжан апаймен жұмыстасып болған екен. Гүлжан апай арқылы ол кісі көмектесті. Қайта звондасып тұрдық. Сосын бәлен күні келесің деді. Соның Боранбай екеуміз ай жарым керемет, аламат, кәдімгі Голливудтың жұлдыздары түсірген, үлкен мамандар профессионалдай деңгейде түсірген үлкен қойылымның куәсі болдық. Киноның қалай түсіру керек екенін көрдік. Актерлардың шеберліктерін көрдік. Бұл да бір ай жарым кәдімгі керемет өмірде болдық. Театрда 50-ден астам рөл сомдадыңыз. Жалпы рөлге қанша күн дайындаласыз? Сіз үшін театрдағы қай әріптестеріңізбен серіктестік жақсы байланыста болды? Бүкіл әртістің басында болатын жағдай, соны ойлайсың. Өзің көбірлеп, автобустың сөзін қайталап, шай ішіп отқан, тамақ ішіп отқанда дүниені ұмытып кетіп, сондай жағдай бәрінің басында болатын шығар деп ойлаймын. Сол рөлің шығып премьера біткенше. Енді рөлдердің ішінде әрине Абай ғой енді. Жақсыдан жаман туады, бір аяқ асқа алғысыз. Қорлакеден құтылған кембағал сені көріп, зығырданын қайнайды. 99 мың болғанға толық біттім деп жүрмісің? Күшік асырап, ит еттім, балтырымды қанатты. Мылтық атымды үйреттім, мерген болды мен атты. Әке, Мен ішпеген ұл бар ма деген Иранғайыптың қойылымын қойдық.
бір өкінішті жері мен кішкене денсаулығым сыр берген кезде келді. Өйткені мен инсульт алып кішкене давление қан қысымы дейді, қатты көтеріледі. Соның жаңағы енді сахнаға шыққанда толқисың ғой. Толыққан кезде тұлабойың бәрін қысып тастайды. Ол тілге де тиеді, ол жаңағы денсаулығыңа да зиян. Соның қара терге маршынып, енді бұрынғы өзімнің мүмкіндігім толық пайдалана алдым деп айта алмаймын. Бірақ енді қойылым қойылды. Еренғайып ағамның айтуынша жаңағы өте жақсы қойды деп автобус риза болды. Енді Мұқанғали Тұмановтың шынында қойылымы жалпы өзіме де ұнады. Енді бірақ жаңа айтамын, бір әттең ай жері кішкене ертерек берілгенде ғой деп ойлаймын. Соңғы кезде сол қан қысымы мазалайды мені қатты. Үшін мықты актерлар кімдер? Кімді ұстазым деп білесіз? Біздің енді бұрынғы ағалардан енді жаңа айттық қой, Гүлнар апамен ойнадық. Телман Имашев деген ағаларымыз болды. Ал енді осының өзімнің бірге ашқан құрдастарым ғой. Боранбаймен көбірек партнер болдым. Мақтыбай, Бибігүл, сөз жоқ енді. Қазим апа, ең әдемі келіншек, ең алғашқы рөлім Қазим апамен ойнадым. Бертін келе енді жастардан Нұргүл, Қорлан екеуміз жаңағы күшік кеуден бастап, жас кезімізден бастап ойнадық. Бертін келе де партнерім жақсы. Мына айтуың дұрыс, мына партнер деген өте қымбат нәрсе. Кәдімгі сенімді шығасың. Ал партнерға кездейсоқ бірдеме істеп, бір жерден бірдеме шығарғысы келіп тұратын артистер де бар. Өкінішке орай. Бірдеме іліп кетсе, сенің бір жеріңнен шалғысы келіп тұратын, әзірлік кезінде болмаған нәрсені істеп қалатын, шошқысы келетін ондай артистер де жетеді. Мен ол дұрыс емес деп ойлаймын. Әсіресе жаңадан келген, жаңадан сахнаға шыққан артистерге жаңағы аяқтан шалған сияқты әсерлер болатын. Сондай нәрселерді де көрдік, ондай да болады екен. Гастрольдік сапарларда қандай қызықты оқиғалар болып еді? 20 жыл администратор болдым. Енді ол администратордың жүгі ауыр. Оның 15 деген адамды алып шығасың. Оның ішінде жаңағы қойылымның сапасының өз алдында ол адамдардың жататын жері керек, тамағы керек, денсаулығы керек. Соның бәрін ескеріліп жүру керек. Ең бастысы аман-есен қайтуың керек. Оның үстіне жаңағы план орындау керек. Қарсы түскен жақсы ғой енді. Соның бәрі мойныңда болады. Құдайға шүкір, 20 жылдың ішінде ондай бірде-бір ақау кетпеген екен. Енді бірде-бір әртісіміз ауырып, болмаса жаңағы басқа да бір көлденең жағдай болмаған. Соңа оғанам. Тосын жаңағы адамдардың мінез құлқы, адамшылығы жолда көрінеді. 15 күн деп, 20 күн деп, бір ай деп жүреміз. Сол гастрольде көбірек жүреміз. Енді гастрольде неше түрлі өзінің қызығы бар. Жаңағы ауылдаға шығасын, қап-қараң болып қалады. Осындай жағдайлар болып тұрады. Аға буын ретінде қай кейіпкерлермен қош айтысып, қай кейіпкерлерді сомдағыңыз келеді? Енді қоштасып жатырмыз ғой, алып жатыр. Енді қазір енді көбіне мына классикалық жанрда қойылып жатқан жоқ. Мен соңғы кезде айтып жүрмін, қайта-қайта. Енді кешегі Еңгір Кебекті қойғанымызға, болмаса Айман Шапоны қойғанымызға, сосын
қозы көрпеш қойғанымызға біраз болды. Мысалы кейінгі ұрпақтар оны көрген жоқ. Қазір жастарға жетіліп жатыр. Солар көру үшін бір қоюымыз керек деп ойлаймын. Әлі өзіміздің классика, өзіміздің туынды бір жағынан, екінші жағынан Әуезовтың тілі мен Ғабит Мүсіреповтің тілдері өте бай тілдер. Сосын сахнаға өте ыңғайлы. Монологтары қандай керемет, сөздің құдіреті. Қазіргі драматургияда не бар? Тіл жоқ, тақ жоқ, шақ жоқ. Сондықтан ол бай тілмен көрермендердің, жас көрермендердің танысқан дұрыс деп ойлаймын. Бір жағынан. Ол спектакльде кейіпкер, өзіңіз актер ретінде кейіпкерсіз? Енді сондайды қойсақ деп ойлағаннан кейін түсінікті қар жағында. Ондай қойылымдарда билердің жаңағы кейіпкерлері болады, батырлар. Үлкен енді бұрыннан да сол биге жарқ жұрқ еткен қатты қозғалыстағы актер емеспін негізі. Сондықтан да жаңағы ой айтатындай, философиялық әңгіме айтатындай қойылымдар болса деп ойлайтын ғой. Енді біздің ұлтымыздың тарихы Құдайға шүкір бай. Мысалы Бауыржанның, Момышұлының бейнесі сахнада толыққанды қойылды деп есептемеймін. Мүдехан туралы қойылым қойып қояды. Сонау түркінің замандағы. Билеріміз қанша. Айттым ғой, ең әдемі келіншекті басадым деп. Оны алды, тапсырдық өзіміз. Енді мына той көбей деген спектакльде ойнайтын, Заңғар деген. Жас жігітпен жас келіншектің. Оны да тапсырамыз деп отырмыз жаңа составқа. Пай-пай жас жұбайлар деген спектакльде ең бастап ойнадық. Өте жақсы спектакль болатын, Мұрат Ақманов қойған. Музыкальный, керемет жастарға. Оны да тапсырдық. Солай жайлап, мен енді театрға келген кезде ең жасының біреу болып, қазір 28 сезон. Енді аға буын, сондықтан да 2-3 поколение ауысты. Келе жатырмыз, оған анау деп өкінетін ештеңесі жоқ. Жастардың келгені дұрыс. Шынында да енді біздің театрымыздың айтуға тұрарлықтай, ауыз толып айтуға тұрарлықтай жеңістер көп, Құдайға шүкір. Енді оның басты себебін жаңағы ең басында сол профессионалды өте жоғары деңгейдегі әртістердің құралған себебі шығар деп ойлаймын. Енді жаңа айттым ғой, Гүлнар апа, Амантай Сұлтанғалиев, Ақманов, анау Ерлі-Зайыпты Есенқұловтар, Шақырбан апалар үлкен бір театрның жұлдыздар болған кісілер ғой. Телман ағамызында. Енді үлкен жетістігін айтайын, театр Қаракөзіне ашылды, Шойын қатын деген спектакль қойды қатар. Еркен Жылқышыновпен талантты режиссер жұмыс істеді. Бізге айналайын ақ келін деген спектакль қойды. Өте талантты, ертеге кетіп қалды, ерте жанып кетті. Оның бер жағында жаңағы еңгілік кебек қойылды. Еңгілік кебекті Чапай Жылқашев деген режиссер қойды. О да үлкен Қазақстанға әйгілі үлкен ұстаз режиссер. Сол кісінің қолтаңбасын көрдік. Соны енді осы Қазақстанға мен қалай деген режиссердің бәрі біздің театрда қойды. Оның бәрі үлкен тәжірибе, үлкен бізге сабақ. Енді айтайын дегенім, сол 98 жылы бізде алғаш қатысқан фестиваліміз 98 жылы Тараз қаласында өткен. Театрымызға ашылғаны тек қана 5 жыл болды. Ол театр өнер үшін өте аз, өнер үшін. Бірақ соған тәуекел етіп, біздің алып барған спектакліміз. Сол кезде Қазақстан бойынша ең алғашқы біздер қойған екен, желтоқсан оқиғасы туралы. Желтоқсан оқиғасының 10 жылдана қойдық, 96 жылы. Соның 2 жылдан кейін Тараз қаласында фестиваль қатыстық. Біздің алғашқы көрген фестиваліміз. Жаңағы заслуженный еңбек сіңірген әртістеріміз бар. 20-30 жылдаған, 40 жылдаған жаңағы театр істеген тәжірибесі бар. Әртістеріміз дірілдеп жүрді. Қатты толқып. Енді біз сұрамай-ақ қой. Сол фестивальдің өте жауапкершілігін айтайын деп жатқам. Соған қатыстық. Көптеген театрлар қатысты. Әсіресе енді үлкен қойылыммен мемлекеттік тапсырмамен қойылған
Әбіш Кекілбаевтың Абылайхан спектаклі болды. Тұңғышбай ойнады. Бүкіл жаңағы Әуезов театрының адақты артистерін көрдік сонда ойындарын. Бәленбай миллионға қойылған, киімдер қымбат, өте жаңағы сахнасы кең, декорация үлкен бай сол спектакль. Не басыңыз айтайын, сол фестивальдің қорытындысында жаңағы Абылайхан спектаклімен біздің жаңағы бір түнгі оқиға спектаклі бас жүлдені бөліп алды. Сол қуанышымызда шек жоқ. Ең алғашқы фестиваліміз басшымыздан бар Құдырғали ағамыз, әртістеріміз. Соны іле-шала сол фестивальден кейін Гүлнар Жақып апамызға еңбек сіңірген әртіс, халық әртіс деген атақ келді. Мұрат Ақмановқа еңбек сіңірген әртіс деген атақ келді. Сонда Мұрат Жездеміз, Жезде деймін мен, апамыз Қазим апай. Бұл театрың бағы қандай екен деп жылап жүрген есімде орындалған кезде. Содан бері қаншама фестивальдер қатыстық. Бұл жерде енді азаматтардың, театрдың басшыларының еңбегін айту керек. Сол кезде жұмыс істеген Құдырғали Төлеуішев бар, онымен қанаттас жұмыс істеген жаңағы режиссерлар, жас болса да Мұрат Ақманов. Біздер жазап тұрып болдық. Бір адам ештеңе істей алмайды ғой. Сондықтан содан кейін жаңағы көптеген фестивальдер қатыстық. Бәрін айтуға уақыт болмас. Сонда айтайын дегенім, көптеген театрлар фестивальға барады, бірақ өздерінің қойылымынан кейін қайтып кетеді. Сол фестивальға бастан аяқ қатысқан тек қана біздің театр болады. Оған да көп қаржы керек, оған да көп жаңағы азаматтық театрлар артистерге бірдеме көрсін деген директорның қамқорлығы керек. Көп театрлардың артистері қатыса алмай көрілмей кетеді. Біз қанша фестивальға барайық, бастан аяқ бәрін көріп, аяғына шейін. Тәжірибе алмасу үшін. Аяғына шейін көріп келетін біздің театр. Оған да көп қаржы керек. Соны ұйымдастыра білді біздің басшыларымыз. Мемлекеттік қоғам қайраткері Ілияс Имановтың 100 жылдығына фестивальға қатыстық. Онда жюрилеріміз төрағасы Тұңғышбай болды. Сосын қасында жаңағы Россиядан келген адамдар болды, мамандар, үлкен театр мамандары. Сонда 10 жүлденің 7-еуін алдық. Бұл да сол театр тарихында болмаған оқиға шығады деп өзім ойлаймын. Сол жаңағы қойылымымызда Тұңғышбай Жаманқұлов жаңағы театрлар одағының басшысы Алматыға алдырып, Алматыға қойдырды. Оған да көп қаржы керек, ұйымдастыру керек. Сол Алматыға барып қойдық. Ағай өзі қатты риза болды, бағасын берді, шыны керек. Қанша өнерде жүрдім деген, өнерді сүйдім деген адамды қажытады ол өнер. Кейде осы мен қай бағытта жүрмін деп шаршайсың. Мен сонда сол Герострат спектаклінде алған ең үздік ер бейнесі маған деген үлкен кәдімгі демеу болды. Сол үлкен демеу болды. Басқа артистерге солай деп ойлаймын. Әсіресе жастарымыз алды, Бақытжан деген, Тоғжан, Талиғат, енді айттым ғой, 10 номинацияның 7-еуін алу деген ол үлкен шаруа емес. Тек қана біз жаңағы ол жерде қатысқан халық артистері ойнаған болды. Осы республика белгілі көптеген артистер қатысқан спектакльде басқа да қойылымдар болды. Бірақ соның ішінен сол кездегі үздік шыққан сол Геростратымызды айтқым келеді. Оның бер жағында енді Жәмиламен қатыстық. Жәмиламыз да жақсы баға алды Өскеменде. Сосын енді мынау шетелге барғанымызды айтайын. Мынау Қырымда болған қойылым. Оны қойған Қуандық Қасымов деген режиссер. Осы біздің театрда көптеген қойылымдар қойылды. Қорқыта 2 бірдей фестивальдің лауреаты болды. Соғысы келгенде осы бір фестивальға осында бір жұмысқа келген айтты. Мына Троя арулар деген спектакль қою болады. Оны жазған біздің жергілікті жерлесіміз Қайрат Жұмағалиев аударған. Егер де осыны қоюға болады деді, шағындап осындай неде стильде, форматта. Егер де осындай дәрежеге жеткізсек, үлкен жетістікке жетеміз деді. Көрермендер қол соғуға мұршасы келмей қалатын жағдайға жеткізуіміз керек деген әңгіме айтты. Біздер айтылды әңгіме жақсы. Соны іске асырды. Оны іске асыруын себепші болған соңғы мына келген басшымыз Қуаныштың кезінде іске асты. Біз оған мән берген жоқпыз. Айтылғанда қалғанша, бірақ соны
ісқасыз жаңағыда айтқан жағдай болды. Біздер Қырымға қойдық, ол кезде Қырымда жюрилер, СССР халық артистері, Лановойдан бастап, Голобородко деген, в общем, СССРға белгілі үлкен кәдімгі театр майталмандарының өзі жүгіріп келіп, құшақтап, бәрімізді қолымызды алып, онда да сол 4-5 номинацияның үшеуін алдық. Режиссер алды, жақсы қойылым үшін. Ең үздік әйел бейнесін Бибігүл алды, біздер қойылым үшін алдық. Бұл біздің шетелге шыққандағы жаңағы үлкен жетістігіміз. Сосын мынау бер жағында Македонияға бардық. Онда да жаңағы жақсы баға алдық. Енді переводчик арқылы сөйлестік қой, сонда ана актрисалар үлкен. Бұлай қалай ойнау мүмкін деп әңгімелер айтып жатты. Енді мынау шетелмен мына біздің мына бұрынғы Совет одағы деп айтайық, екеуінің ойнау тәсілдері әртүрлі. Мысалы шетелде мысалы көп жан дүниеге кірмейді, қиналмайды олар. Олар адам түгілі аңды қинамайды, білесіздер ғой енді, атты, жан-жануарды. Сол сияқты оларда жаңағы жүрекке салмақ салатындай дәрежеге бармайды. Адамның өміріне қауіпті. Бізде басқаша. Жан дүниеңнің салмасаң, ешқандай әсері болмайтын шығар деп ойлаймын. Сондықтан да біздің мектептің бір мықты жері соны басаға айтты шетелдік мамандар. Сосын Египетке барғанбыз Қорқытпен. Онда да көптеген театрларды көрдік. 50-ден астам театр қатысты. Ағылшыны бар, немісі бар, жапоны бар. Сол театрларды көрдік, неше түрлі бағытта. Шығармашылық сәттеріңізден сыр бөлісіп, әдемі сұхбат құрғаныңыз үшін көп-көп рахмет. Сізге шығармашылық табыстар тілейміз. Театрда әдемі рөлдеріңіз көп бола берсін. Қадірлі көрермен, назарларыңызға рахмет, амандықта қауышқанша.